Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Алеке. Бүгінгі видеода мен сендерге қалай текст жасау керек екенін үйрететін боламын. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Ең алдымен сіздерге ABS Paint дейтін программа керек болады. Сосын біздер бұл жерде бір проект ашамыз. Любой размерде, қалаған размерлеріңізде ашсаңыздар болады. Сосын достар, бұл жерде біз өзіміздің керек текстімізді жазамыз, және де шрифтсіздерде болады деп ойлаймын. Ал ендеше ары қарай көре беріңіздер. Сосын бұл жерде өзіңізге ұнаған цветті таңдап, то есть бояймыз. Және де тағы да кодирование жасап, осындай қара түсті алып, осылай қалағанша істеңіздер, және де цветін азайтамыз. Және де бізде осылай шығады. Сосын достар, обводка и внешне дегенді басамыз, және де оны қара қоямыз да кішкене үлкейтеміз. Сосын достар, осылай сохранить етіп аламыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер повторға қойып қайттан қарасаңыздар болады. Ал ендеше сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Келесі видеоға идея болса комментке қалдырып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Ал ендеше сау болыңыздар.